бір-бірін көрмей үйленген. Баяғыда 40 жылдың арысы мен берісі болуы керек. Қаскелең ауданындағы аудандық сотта қызмет атқарып жүрдім, деді Үдербай ақсақал. Бір күні кезекті сот мәжілісін өткізіп отырғанбыз. Кенет кіре берістегі алдыңғы бөлме у-шу болды да қалды. Құлаққа жеткен сондағы қызметкердің іште сот болып жатыр, тоқтай тұрыңыз деген тоқтау сөзі. Бірақ оған бағынбай баса көктеп үстіме бір адам кіріп келді. Қарасам өзімнің досым Смағұл екен. Елтай атындағы колхоздың басқармасы болып тұрған кезі. Үлкен көздері шатынан қарап, сұрша өңі сұстанып, ашуланып алыпты. Кіре сала, тұр орныңнан Үдербай, жүр менімен бірге деп ай-шайға қарамастан бұйыра сөйледі. Айтқанынан қайтпайтын қайсар досымның мінезі маған бұрыннан белгілі еді. Жүріп жатқан кезекті сот мәжілісін амалсыз тоқтатуға тура келді. Ойбай, соттың өзін айдап әкетіп бара жатыр десті біреулер. Далаға шыққан бойда Смағұл мені ала көзбен атып, үн-түнсіз мені үйіме қарай алып жүрді. Менің қойған сұрақтарыма тіс жарып жауап қайтар дегенім қобалжулы көңілім, апырай не болып қалды екен дедім. Есіктен кірген бетте байқағаным, бір бұрышта менің туған анам көзінің жасын сүртіп жылап отыр. Үйде әйелім мен емшектен жаңа шыққан ұлым бар. Отты жанарлары ашумен шоқта жайнап, маған қарай жалт бұрылды Смағұл. Үдербай, сен маған турасын айтшы. Анаңмен қаласың ба, жоқ әлде әйеліңмен боласың ба, деді тікесінен. Еш жаққа бұрылуға мұрша бермейтін қатқыл сұрақ. Мен тұрып, не болды Смеке? Түсіндіріп айтсаңшы, былай деп жаймендеп келе жатыр едім. Смағұл құлақ асқан жоқ. Жаңағы сауалым қайта ары қарай жалғастырып, сен маған алдымен жаңағы сұраққа жауап бер деп қадалып тұрып алды. Ойбай-ау, ол не дегенің Смағұл? Қалай анамды далаға тастамақпын? Бірақ үйтіп таусылатындай ештеңе жоқ болар дедім, шираңқырап сөйлеп. Сол таусылатын жағдай болып тұр ғой. Әйелің неге анаңды жылата береді? Олай болса мына анаңды жылатпай бақ. Баға алмасаң өзім қазір алып кетемін. Өзім бағамын, деді өктем дауыспен. Ал әйелің енді бұл үйдің табалдырығын анаң отырғанда аттап баспайды. Ұқтың ба? Оны мен жаңа ғана төркіндеріне қарай өз қолыммен аттандырып жібердім. Анам мен келіншегімнің арасында әртүрлі кикілжің болып қалатынын бұдан да сезетінмін. Көңілді көпті қылатын ойымның бірі, апырай, бұл кісілер қалай енді тіл табысар екен деген болатын. Мен жоқ уақытта екеуінің арасы тіпті шығып кеткен сияқты. Бала кезден бірге өсіп, бауырдай болып кеткен адам емес пе Смағұл? Біздің үйде өз баласындай билеп төстейін. Ол жай ғана бір шаруамен келіп, анамның көз жасының үстіне шыққан. Шапшаң мінезді шешімтал досым мен құсап міңгірлеп тұрмайды. Менің бар жоғыма қарамастан әйелімді үйімнен айдап шыққаны да сондықтан. Осының алдында қарт енесін сыйлай алмаған келіннен не үміт, не қайыр дегенді естіп қалғанмын. Ал мен болсам жай адам емеспін. Қызметім аудандық соттың судьясы, талай адамның тағдырын шешетін сот билігінің өкілімін. Бірақ өз тағдырымды шешуге келгенде қауқарсыз болып шыққанымды қарасаңызшы. Содан бірер ай үйде анамыз екеуміз ғана тұрып жаттық. Бір күні ауылға жүріп демалып қайт деген соң, Елтай атындағы колхозға қарай тартып кеттім. Біз шай ішіп бола бергенде есік алдында 3 ат жегілген жеңіл арба келіп тоқтай қалды. Жүр екеуміз бір жерге барып келейік, деді Смағұл. Мен үшін оның айтқаны қай уақытта да заң. Дереу жолға қамдандық. Бет алысымыз осы жерден онша қашық емес. Жармұхамбет деген ауыл. Смағұлдың көздеп келе жатқаны осындағы бір ағайындарының үйі екен. Біз ат басын тіреген шаңырақ иелері жасы үлкен адамдар екен. Мал сойып, дастархан жайып, бізді жылы шыраймен қарсы алып жатыр. Сол үйде таң атқанша қонақ болып демалдық. Қайтар кезде үй иелеріне қарап Смағұл, аға, жеңге, менің сіздерге айтатын бұйымтайым бар деп бір салмақты сөзін шетін шығарды. Мына отырған менің досым Үдербай. Кешеден бері танысып, білісіп жатырсыздар. Жаман жігіт емес екенінде байқалған шығар. Айтайын дегенім, осы үйдегі менің қарындасым мен осы Үдербайды таныстырайық. Келіссеңіздер некесін қиып, қоссақ деп едім. Қарындасымның бақытты боларына, жыламасына кепілдік беремін, деді салған жерден тікесінен. Қазақшылық жолымен алыстан орағы тамай мүңкіліп жатпастан, турасынан бір-ақ тартты. Бәріміз де селк ете түскендей болдық. Үй иелерін былай қойғанда, мен өзім Смағұлдың бұл ойынан мүлде бейхабармын. Айтып отырған әңгімесі жөнінде осы уақытқа шейін ләм-меңдеп тіс жарған емес. Не қыл дерсіз? Қай заманнан бері сырлас екі дос болғаннан кейін, арнайы осы үйге келіп жатқаннан кейін, ашып айтпаса да ең құрығанда түпкі ойын ептеп, ишаралап қоюына болады ғой. Жоқ, тіпті көз қиығымен де сездіруді қажет деп таппағансың әлі.
Айналадағы адамдардың икемге келгендерін үйіріп әкете беретін ежелден сыралғы Смағұл емес пе? Бірақ енді мені өмірімдегі шешуші сәтке байланысты дәл осылай билеп төстеп алып кетеді дегені үш ұйықтасам да түсіме кірмепті. Жүрегім дүрсілдей соғып, көзімді жыпылықтата берсем керек, мына тосын ұсыныс меңдетіп жібергендей дастархан иелері де ләм-мим деп ауыз ашпастан бір сәтке сейіліп қалған. Ойпыр-ай, ең құрығанда жол бойы қыз жайында тіс жарып, бірдеме десейші деймін мен ішімнен. Ананы-мынаны сөз етіп келе жаттық. Бірақ ондай әңгіме тіпті ойымызға да келмеп еді ғой. Енді аяқ астынан Смағұлдың мынасы несі? Тіпті осы үйдің қызы бар екенін де білмеймін. Білмегендіктен көргенде емеспін. Ендеше Смағұл алдымен менің келісімімді алу керек қой. Үй иелерін былай қойып, менің өзім тіл ауыздан айырылып, міңгірлеген күйі отырып қалсам керек. Әлден уақыт өткеннен кейін барып, ең алдымен қыздың анасы ес жиғандай болды. Жоқ, бермеймін, деді ол кісі бірден-ақ қарсы екендігін танытып. Қалай болады екен аяқ астынан? Бере алмаймын деп бұл әңгіменің өзіне ұнамайтындығын сездірді. Айта алмай отырғаны ойының түбі белгілі. Қатын тастаған ересек еркекке қалай барады деп отыр. Сол екі арада есін жиып алды ғой деймін, әңгімеге отағасы да араласып кетті. Алдымен ол әйеліне тиісті. Жә, болды, күңкілдей берме. Смағұл, інім айтты ғой, Смағұл қашан бекер сөйлеуші еді. Менің қызым өзінің қарындасы, ал қарындасын нашар жігітке қоса қоймас. Рас, балаларды қосу деген қашанда ойланатын шаруа. Бірақ бұл арада сескенетін ештеңені байқап отырғаным жоқ. Мен батамды бердім. Енді қырсықпай, сен де рұқсатыңды бер, деді әйеліне қарап. Қыздың шешесі болса басын тұқшита төмен қаратып алып, тағы бірдеме деп міңгірлей сөйлеп, елеге қоймаған сыңай танытты. Қызын маған қимай отырғаны анық. Қанша айтқанымен ана ғой, бірдеңелерді қиыстыра алмай, ұғын түсіне алмай отырғаны белгілі. Ең басты түйткіл жаңағы мәселе. Манағыдай емес, есін жинап алған отағасы өзінің билігіне енді мінген сыңайлы. Бір жағына Смағұлда ойын одан әрмен таянақтап, қыз шешесін көндіру қамында. Сөзін дәлелдеп тұздықтай сөйлеп отырып, отағасы екеуі ақыры бәйбішенің бетін бері қаратқандай болды. Сонымен не керек? Үй іші аяқ астынан абыр-сабыр болды да қалды. Қызды дереу киіндіріп, басына орамал жауып, жеңгелері далаға алып шыққалы жатыр. Ойпыр-ай, түрі қандай екен деп жүрегім лүпілдеп барады. Арбамен қайтадан ауылға қарай бет алдық. Қыз басындағы орамалын көтерер емес. Бір қырындаған күйін жүзін теріс беріп қойып, мен жаққа мүлдем бұрылмай қойды. Тап бір маған өкпелеп қалып, сонысын жаза алмай отырған адамдай. Үйінің алдына атбасын тірегеннен кейін Смағұл арбадан секіріп түсті де, неғып отырсың мыжырайып? Қанекей, бері жүр, деді баяғы өзінің өктем даусымен. Онсыз да бүкіл ырқымды билеп алған жолдасыма қайдан қарсы келмекпін? Айтқанын орындап, лыпылдай жүгірдім. Қораның ішіне кіріп келіп, екеуміз алдынан бір ауыр флягты арбаның үстіне орнаттық. Азық-түлік салынған қапшықтарды да сүйрелеп жүрміз. Ең ақырында бір семіз есекті іркілдетіп қорадан шығарды. Сонымен тиелген жүк шағын арбадан толып кетті. Смағұл аттың басын өзі жетектеп әкеліп, бетімізді жолға қарай салып берді де, игі тілегін айтып қала берді. Байқағаным, тиегеніміздің бәрі де тойға қажетті жабдықтар. Маған осының барлығы түс сияқты. Ойда жоқта аяқ астына мынау келіншегің деп бір қызды қасыма отырғызып қойса, ол аз болғандай өз ауылына келіп, арбама қаншама заттарды тиеп берсе, қалай есігінен танбассың? Өзімнің келе бастаған сәтім қызбен оңаша қалғаннан кейін барып қана. Жан-жағыма айналақтап қарап қоямын. Шынында да маңайымызда екеумізден асқан жан баласы жоқ. Содан темір жолдан өтіп, селекцияның ғылыми тәжірибелер жасалатын алқаптың қалың ағаштарының арасына кеп кірдік. Осы араға келгенде ғана есімді жинаңқырап сабама түстім-ау деймін. Не де болса деп көлікті тоқтаттым. Өйткені қасында Смағұл жоқ. Өзіме өзім бе, өзім қожа емеспін бе? Арбама салып берген мына бойжеткеннің әлі күнге жүзін көрместен үйге қарай әкеле жатқаным қалай? Және жай ғана әкеле жатқаным жоқ, өмірлік жар етпекпін. Ендеше тым құрығанда қандай адамға үйленгелі жатқанымды білуім керек емес пе? Өзім өңін көрмей тұрып қалайша үйге келін кіргізбекпін. Жүзін көрмегеннен кейін адам неше түрлі ойға келеді ғой. Менің шақшадай басымды шарлап шарадай қылып жүрген ойдың жалпы нобайы мынандай еді. Өңі қандай екен?
Мінезі ше, қылығы көңіліме қона ма екен. Өзі жөн білмейтін болса, әрі оның үстіне өзі көріксіз болса ше. Қаншалықты құлай сенсем де, Смағұл досым көңіл күйінің ырқында жүріп, маған әшейін басы бос балпаяқ қыздарының бірін қоса салса қайтем. Онда Құдайдың төбеден ұрғаны да, достың көңіліне қараған дұрыс қой. Бірақ қанша айтқанымен, өзім тұратын әйел алдымен өзіме ұнау керек емес пе? Қойшы, әйтеуір не керек, үйге апармай тұрып, осы айдалада мәселені неге ашып алмаймын? Неге өзім көз жеткізбеймін? Құдай бетін ары қылсын, егерде бар ғой, ұнамай жатса мүмкін, осы арадан-ақ аттың басын арбасымен қосып кері бұрмаймын ба? Қой, басын ашып алайын. Таза масқара болмай тұрғанда дедім. Мына қызықты қараңыз. Өзім қалындық ретінде үйіме алып келе жатқан қызға, осы арада мен өмірімде бірінші рет тіл тартқалы тұрмын. Бойыма бар батылдығымды жинап, қызға былай дедім. Қарындас дедім тамағымды жөткіріне киініп алып. Бетіңді аш, екеуміз танысайық. Құдай қосса енді екеуміз ерлі-зайыпты боламыз. Көмейіме келіп іркіліп қалған үлкен атаңнан ұлықсатып берді ғой деген сөз. Оны айтып жібермей тұрған мынадан ішінде арпалысып келе жатқан жаңағыдай түпкі ой. Түрінен ат үркетіндей болса, ондай қыздың маған керегі не? Содан қыз басындағы орамалын ақырын сыпырып түсірді де маған жасқана қарады. Өңіне көз қиығымның түсуі сол екен, бүлк ете түскен жүрегім сабырға бой берместен аттай толап әлдеқайда ала жөнелді. Мынау болмас, мына бітім мені іштен кеміріп келе жатқан шүбәлі ойларымды бірдемде-ақ дүр сілкіндіріп, ұшырып жібергендей болды. Бір сәт көз алдым қарауытып кеткен сияқтанды. Ауа жетпей қалғанда екі қолымды ебедейсіз ербең еткіздім-ау деймін. Басым айналып құлап қалмағаныма шүкір. Сонымен не болды дейсіз ғой? Менің алдында сопақшалау аққұба жүзді, қарақаттай үлкен отты көздері, қыр мұрны сәл кішірек біткен қып-қызыл қалыңдау ерінді сүйкімді бойжеткен отыр. Сүйкімдің не? Мен ойлағаннан да арман мөлдіреген жас сұлу. Мынадай қызы жар еткен жігітте сірә арман болмас. Әдетте сұлу қыздар кердең, пышақтың жүзінде өткір болып келеді ғой. Ал менің қалыңдығым енді ешкімнен қысылысып қымтырылмастан менің қалыңдығым деп айтайыншы. Өзі сондай ажарлы жан болғанына қарамастан адамға жасқана қарайтын бір түрлі ұяңдау. Екеуміз арбадан түстік те біраз бақты аралап жүрдік. Бір-бірімізбен жете танысып әңгімелестік. Әңгімелесіп біліскен сайын төбем көкке екелі жетпей барады. Енді кідіріп тұрудың қажеті жоқ. Үйдегі анамды қуанту үшін дереу жүріп кеттік. Смағұл маған қосқан сол ұрып ауызға салғандай сүйкімді қыз қазір қандай дейсіздер ғой? Ол жағын ойлап бастарыңды қатыра бермеңдер. Сол сұлу қыз мына алдарыңда отырған жеңгелерің бөбіш. Құдайға тәуба, ұлды қызды аралас 5-6 балам бар. Тату-татты өмір сүріп келеміз деп Үдербай ақсақал әңгімесін аяқтады да бардым сынған пішінімен қонақтарына қарай жағалай барады. Осындай аяулы жар тауып беріп, бүкіл бір әулетке қуаныш сыйлап кеткен Смағұл ағай бұл күнде өмірде жоқ. Мұнандай тосын оқиғаға қатты әсерленіп кеткен қонақтардың бірі, Алла жарықтық-ай, аруағай риза болсын деп бетін сипап еді. Ересектеу кісілердің бірі қасиетті Құранның бір аятын қырылдақтау үнімен әндете созып оқи жөнелді. Қаншалықты нәшіне келтіріп, мақындай оқып жатқанын кім білсін, бірақ арабша әуезді сөздерді бүкіл қонақ тыңдап қалды. Тіпті ортада отырған ферма партия ұйымының хатшысы да ләм деп қарсылық көрсете алмай, қарсылық көрсеткендерді былай қойып, жан дүниесін тебірентіп, тұла бойды шымырлатып әкеткен тылсым әуенге үйіп, мүңіліп қала берді. Осы сәтте бәрінің басына келген орта ғой, не деген керемет кісі, неткен керемет тағдыр деді. Авторы Нұрдәулет Ақыш.